сәлеметсіздер ме? Добрый день. Қалыңыз қалай? Жақсы. 10 минутқа сәл кешіктік. Дегенмен сіздің эфирге қосылғаныңызға өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, қосылғандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі тікелей эфиріміздің тақырыбы еңбек KZ ресурсында жастарға қандай жалақы ұсынылып жатыр. Бізге бүгін тікелей эфирге қосылып отырған ханым, өте тамаша кісі, Ұлпан Шегенова, еңбек ресурстарын дамыту орталығы стратегия департаменті директорының орынбасары. Дұрыс қой? Дұрыс. Уважаемые зрители, я хотела бы напомнить, что тема сегодняшнего нашего прямого эфира, какую заработную плату предлагают на платформе Еңбек KZ. И сегодня к нам присоединилась замечательная девушка, заместитель директора департамента стратегии Центра развития трудовых ресурсов. Спасибо вам большое, что согласились на этот эфир. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь о платформе Еңбек KZ. Что это за платформа и с чем его едят? Еңбек KZ или электронная биржа труда – это государственная платформа по трудоустройству и также получению государственных услуг по содействию занятости. То есть, здесь можно найти подходящий, опубликовать резюме, если вы со стороны соискателя смотрите, посмотреть текущие вакансии, можно их отфильтровать по региону, по профессиям и по другим, характеристикам, которые вам нужны. Допустим, если вы ищете работу. Если вы в качестве работодателя, можно разместить свои вакансии, это все абсолютно бесплатно. Также у нас предоставляются государственные услуги для безработных, то есть можно вставить счет в качестве безработного, это все делается онлайн, электронно, никуда ходить не нужно, то есть вы подаете заявку, говорите, что сейчас у вас нет рабочего места, вы не работаете, нет дохода, поэтому хотите зарегистрироваться в качестве безработного, получить помощь по содействию занятости и также подать заявку на получение пособия на случай потери работы. Это сейчас Ұлпан ханым, бізге эфирде қосылып жатқан кей көрермендеріміз қазақша осы ақпаратты қайталап кетсінші деп айтып жатыр. Жалпы еңбек KZ платформасы ол не үшін керек? Оған өтінімді қалай бере аламыз? Кімдер бере алады? Осы жайында толық бір ақпарат бере кетсеңіз, одан кейін сол платформада жастарға қандай жалақы ұсынылып жатыр деген сұраққа жауап іздей бастаймыз. Жарайды. Еңбек KZ платформасы немесе электрондық еңбек биржасы бұл жұмысқа орналасу немесе бос жұмыстарды жариялау немесе жұмыс іздеу платформасы болып табылады. Ол тегін ресурс болып табылады, яғни жұмыс іздейтін болсаңыз, мысалы вакансиялар бөліміне ауысып, өзіңізге тиісті дағдыларыңызға, біліміңізге сай бос жұмыс орындарын таба аласыздар. Егер жұмысшы іздейтін болсаңыз, жұмыс беруші болатын болсаңыз, сонда тиісті ұсынып отқан резюмеларды қарап, өзіңізге жұмыскерді таба аласыз. Сауал түсіп жатыр. У меня образование выше транспорт, техника, технологии, профессии, помощник машиниста тепловоза. Нет дейді. Соған қарағанда жұмыс таба алмай жатқан азамат қой деймін. Мысалы, әртүрлі жағдайлар болады, әрине, жалпы жастарға келетін болсақ та, бұл негізі жұмыс іздеушілердің бір 3-тен 1 жастар болып табылады. Олар көбінесе техникалық, орта техникалық мамандар иелері болып табылады. Әрине, жоғары білімі бар мамандар да бар біздің ресурста. Біз оларға көп тиісті тұрақты жұмыс орындарындағы вакансиялармен қоса біздің ұлттық кәсіпкерлікті дамыту проектісінің шеңберіндегі ұсынылып отқан әртүрлі жобалар бар бізде. Мысалы, бәріне әйгілі, бәріне мәлім жастар практикасын алатын болсақ, бұл көптеген жастарға негізгі бірінші жұмыс тәжірибесін жинауға көмектескен болады. Одан басқа бірінші жұмыс орны деген бізде проект бар. Бұл, яғни тиісті мүлдем жұмыс тәжірибесі жоқ, жоғары оқу орны немесе мамандандырылған бір оқу орнын енді ғана бітіріп келген адамдарға тиісті жұмыс тәжірибесін қандай да болса да табуға көмектеседі. Бұл жерде мысалы жастар практикасына және де бірінші жұмыс орнына бізде білім деңгейі бойынша талаптары бар. Және оларға сәйкес болса адамдар, оларды тиісті бос жұмыс орындарына жібереміз. Бос жұмыс орындары негізінен денсаулық сақтау, білім беру, одан кейін құрылыс салаларына көп болып жатады қазір.
Мен негізі қуанып отырмын. Қазір бізде көрермендер 32-34 болып тұрғанымен сапалы көрермен екен, сұрақтарын қойып жатыр. Енді жаңа айтып кеттіңіз, платформаға біз ұсынамыз, мысалы, жұмыс орындарын бір белгілі бір техникалық білім болсын, орташа деңгей білім болсын, неше түрлі бағыт бойынша жұмыс табуға өтінім беруге мүмкіндігі бар. Жалпы жыл басынан бері осы еңбек KZ порталы арқылы қанша адам жұмысқа тұра алды? Өйткені мына жақта күмәнданып жатқан азаматтар бар екен. Ешқандай жұмыс жоқ, біз неше жылдан бері қарап келе жатырмыз деп. Иә, жыл басынан бері біздің негізгі жаңағы бетімізде де бұл ақпарат бар. Жүгінгендер саны, жалпы жұмыс іздеушілер, жұмыс берушілер саны көрсетілген. Одан басқа жаңағы жұмысқа тұрғандар бұл 450 мың адамды құрайды. Бірақ бұның ішінде жаңағы тұрақты жұмысқа жыл басынан бері, иә? Иә, тұрақты жұмысқа тұрғандар және де уақытша жұмысқа тұрғандар да бар. Уақытша жұмысқа тұру дегеніміз бұл жаңағы мемлекет көрсететін арнайы жаңағы көмек ретіндегі, мысалы, субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысқа орнауды қамтылған бұл сандар. Жалпы мынау 450 мың дедіңіз. Ішінде қаншасы тұрақты жұмысқа орналастырылды? Қандай бағыт бойынша, қаншасы уақытша жұмыс? Мен қазір нақты сандарын сізге айта алмаймын, бірақ едәуір бөлігі уақытша жұмысқа орналастырылған болатын, алайда тұрақты жұмысқа да орналасып жатқандар да бар. Мына жақта міне 29 жастан асқандарға қандай жұмыс бар? Мен биология пән мұғалімі едім деген сияқты. Мұғалімдерге келсек, осы азаматтарға тағы да айтып кетсеңіз. Иә, мысалы, мұғалімдер бізде өте көп сұранысқа ие болып жатады. Жалпы еңбек биржасының аналитикасын қарайтын болсақ, үнемі медбикелер, медағалар, одан кейін бала күтушілердің көмекшілері, мұғалімдер, орта мектеп мұғалімдері қатты сұранысқа ие болып жатыр қазіргі уақытта. Сондықтан да осы жаңа мамандарға жұмыс болу керек. Және де біздер, мысалы, жастар қиылысында да қараған болдық. Жаңағы осы ең көп сұранысқа ие мамандықтарды, оның ішінде мұғалімдер де бар, әрине. Сондықтан жұмыс болу керек сізге. Жалпы, егер электрондық еңбек биржасына еңбек KZ-ге кірсеңіз, негізгі жаңағы бос жұмыс орны жариялануының қасында тиісті контактілері болуы тиіс. Егер олар жаңағы көтермесе, қандай да бір байланысқа шыға алмайтын болсаңыздар, онда жұмыспен қамту орталығына жүгінсеңіз де болады, немесе бізде support жаңағы собачка еңбек KZ сайтында біз жаңағы атаулы көмек көрсетеміз әрбір адамға. Соған жазсаңыз да болады. Мына жақта Амина 58-6 деген көрермен жалпы жұмысқа кіріп жатқан мамандары бар ма? Тағы күмәнданып жатқан сияқты. Біз жақта бір ірі қара сұрайды, берсең орналасасың жұмысқа, сұраған бермесең жоқ дейді. Жалпы еңбек KZ платформасы жайында айтып жатырмыз, қаншалықты ашық, қаншалықты әділ ол жердегі жұмысқа орналасу, кіру деген, ол енді платформа болған соң бір қадағаланады ғой онда жұмысы? Иә, әрине. Жалпы негізі, цифрландырудың, автоматтандырудың негізгі мақсаты бұл осындай, мысалы, келеңсіз жағдайлар болады, коррупциялық, әртүрлі жаңа тәуекелдер болып жатады, солардың алдын алу болып табылады, және де олардың алдын алу емес, жою болып табылады. Егер сіз цифрлық жаңа құрылғылар арқылы жұмысқа орналасқыңыз келсе, мұнда ешқандай да адамның араласуы болмайды, яғни ешқандай делдалдар жоқ. Сіз тек қана жаңағы жұмысқа өтінім беріп, олар сізді қабылдайды, және ары қарай сіздің дағдыларыңыз, білімдеріңіз, басқа да бір жаңағы сипаттамаларыңыз да маман ретіндегі. Егер үзіліп кеткен сияқты. Ұлпан ханым. Байланыс үзіліп кеткен тәрізді. Қазір сәл күте тұрсақ, енді еске сала кетейін, алдыңғы бірдер минут бұрын байланысымыз үзіліп кеткен болатын. Бірақ оған дейін біз Ұлпан ханым екеуміз, айтпақшы Ұлпан ханым еңбек ресурстарын дамыту орталығы стратегия департаменті директорының орынбасары. Әлгінде ғана жалпы еңбек KZ ресурсы жайлы, оның қалай жұмыс істейтіні жайлы, оған қалай өтінім беру керек жайлы айтып жатқан болатын. Жалпы бұл платформа ашық жұмыс істейді. Арада ешқандай делдал жоқ. Демек, қандай да бір сыбайлас жемқорлық фактілері бұл жерде түбегейлі жоққа шығады деген ойды айтып жатқан еді. Сол жерде бізде байланысымыз үзіліп кетті. Енді осы тақырыпты жалғай түссек.
көптеген сұрақтар болып еді, мына жақта өкінішке орай жоғалып қалды. Дегенмен көрермендеріміз де белсенділік танытып, сұрақтарын жолдай берсе болады. Мысалы, екінші топтағы мүгедек азамат еңбек.kz порталы арқылы жұмысқа тұра ала ма деген бір сұрақты көзім шалып қалған еді. Соған жауап иә, егер мүгедектігі бар азаматтарға арнайы бізде тағы да бір іс-шара қолданылған. Бұл арнайы жұмыс орындары деп аталады. Бұл жаңағы көмек көрсету, жұмыспен қамтуға көмек көрсету шараларының ішінде бұл жаңағы атаулы көмек болып табылады, және тиесілі, мысалы, бұл адамның жұмыс жасау қабілетіне, да, немесе жағдайларына байланысты жұмыс табуға болады, әрине, иә. Арнайы әлеуметтік жұмыс орны деп аталады бұл іс-шараның аты. Соған жұмысеңіз болады. Соның мысалы таңдап, ішіндегі бос жұмыс орындарын қарасаңыз болады. Егер сізге жаңағы келсе, қанағаттандырса, онда ары қарай өзінің процесі бар. Улпан Ханым, давайте попробуем на русском тоже продублировать информацию, да, сколько с начала года человек смогли устроиться на работу через портал еңбек.kz, сколько из них молодежи и какая у них зарплата? Вот в среднем, по каким специальностям? Да, в целом, так как это является бесплатным ресурсом, да, по размещению объявлений, размещению резюме, да, трудоустройства и так далее. С начала года было трудоустроено на временные и постоянные рабочие места около 450 человек. Да. Здесь мы говорим, это постоянные рабочие места и рабочие места в рамках государственного содействия в занятости. Да, это вот, как я уже говорила, в рамках субсидирования рабочих мест. Вот это все сюда входит. Если говорить о зарплатах, да, молодежи, в целом среди соискателей молодежь занимает около трети, да, всех соискателей. В целом мы проводим каждый месяц анализ резюме, да, вакансий и так далее. Здесь по специальностям соискателей они абсолютно такие же. У нас, то есть, нет, да, какого-то отличия от молодежи и от взрослого контингента всех соискателей на еңбек.kz. В основном, да, ищут работу или нужны, допустим, среди молодежи, это представители здравоохранения, образования, да, это учителя, медсестры, воспитатели, вот, и так далее, бухгалтеры, так же, как и в взрослом сегменте, тоже такие актуальны. В целом, если говорить по зарплатам, да, допустим, если мы смотрим именно срез молодежной практики, да, которая основана и нацелена именно на молодежь сейчас, да, до 29 лет, то это, допустим, да, зарплаты небольшие сравнительно, но здесь мы должны учитывать, что это специалист, молодой специалист, у него, скорее всего, мало опыта работы, и в целом, да, это около 120 тысяч, а максимально предоставляется, допустим, по ноябрю это 212 тысяч для спасателя. В общем, разбег небольшой, да, но вот примерно в таком вот ранжировании есть. В целом, да, по трудоустройству молодежи и по зарплатам есть такое, это уже общепризнано, да, что не берут без опыта работы и так далее. Очень тяжело найти, да, работу и потом собрать все-таки этот опыт, да, чтобы он у тебя был, чтобы ты могла подавать другие вакансии и так далее. Такое есть, для этого вот мы предоставляем, я уже говорила, Казахша, о проектах, да, это молодежная практика, опять же, и первое рабочее место. То есть именно вот эти проекты нацелены на тех, у кого нет опыта работы. Можно посмотреть, да, и найти соответствующую подходящую вакансию. В целом, при выборе, если я скажу, да, при выборе рабочего места для молодежи, да, лучше ориентироваться на принимать вообще информативное решение. Не только вот в целом на Казахстане около 30% всей молодежи выбирают профессию не сами, им кто-то помогает, там родители, они смотрят, сколько грантов есть и так далее, да. То есть это не их собственный выбор. Поэтому сейчас, да, век осознанности, цифровизации и так далее, со свободным доступом к какой только можно информации, нужно принимать информативные решения, смотреть какую-то аналитику, да, тренды и, соответственно, выбирать профессию. И еще я хотела упомянуть, да, что... Да. И тут вот вопрос я хотела сказать, что
Здесь Да, важно, продолжите, да, потом вот, я задам допустим, вопрос. мы обучились, получили какое-то специальное образование в ВУЗе или в колледже, на этом нельзя останавливаться. Вот в век цифровизации, да, это сейчас еще будет еще больше развиваться. Очень важно постоянно обучаться. Мы сейчас вот хотим нормализовать и вообще культивировать концепт обучения в течение всей жизни, и нормально будет менять профессию 3-4 раза за всю свою карьеру, нормально обучаться постоянно. И при трудоустройстве, допустим, да, мы, если такую внешнюю оценку используем, то работодатель все-таки смотрит на навыки соискателей. Это очень важно. Да, и при составлении резюме, допустим, очень важно указывать, какими навыками вы владеете, какие бы вы хотели освоить, и что вы для этого делаете, да, и там, соответственно, все свои сертификаты, обучение и так далее. Вот как раз-таки у меня вопрос был, да, у меня как раз-таки вопрос был, какие требования работодатели предъявляют к соискателям, Да, но какие опять же, навыки да, они как зависит раз-таки от требуют, работодателя, конечно. кто это, потом на какую профессию, да, какой опыт работы ему нужен. В целом, универсальное правило – это работодатель даже не смотрит. Мы сейчас такой, да, тоже тренд у нас есть, отход от профессии к навыкам, да, от диплома к собирательному профайлу, да, человека, который владеет разными навыками. И да, здесь очень важно указывать какие-то свои hard-скиллы, да, которые ты знаешь, да, специальные какие-то для твоей профессии. Также мягкие навыки становятся очень актуальными. И, допустим, междисциплинарные навыки. Да? Допустим, если брать вот такую трендовую профессию, как IT-специалист, вот для него, допустим, важно, да, если он работает в сфере IT, в сфере информационной, допустим, коммуникации, ему важно, да, и знать какие-то программы, уметь работать в них, вот и так далее. То есть во главу угла идут навыки, конечно же. И очень важно указывать это в резюме, даже если нет опыта работы. Мгм. Мгм. Ұлпан ханым, әңгімемізді қазақ тілінде жалғастыра кетсек, жалпы жұмыс іздеген кезде, әсіресе еңбек өтілі болмаса, жұмыс тәжірибесі болмаса, онда түйіндемеде не нәрсені көрсеткен дұрыс болады? Жаңағы қазіргі уақыттағы түйіндемелерді қарасақ, бұлар әртүрлі болып табылады. Мысалы, интерактивті де түйіндемелер де бар. Негізгі көрсетілетін нәрселер, мысалы, жұмыс өтілің болмаса, бұл қандай да бір білім алу туралы, иә, ақпарат болу керек, және де Қосымша әрине қосымша сертификаттар сертификаттар, деген сияқты білім ғой, иә? жаңағы алғандығы диплом, мамандығын туралы көрсететін ақпарат, одан басқа тағы да айтып өтейін, да, бұл тиісті дағдыларыңды көрсететін түйіндемелер болу керек. Сосын қазіргі уақытта, мысалы, қазіргі заманауи түйіндемелерді қарасақ, мұнда стейтмент деген болады. Бұл, мысалы, жұмыс іздеушінің өзінің бір мәлімдемесі болып табылады, иә. Мысалы, мен осындаймын, осы салада жұмыс істегім келіп тұр, осылай өскім келіп тұр деген сияқты жаңағы мәлімдеме болса, ол да жақсы болады. Бұл кезде жұмыс беруші өзіне бір тиісті мағлұмат ала алады, мысалы, немесе жұмыс іздеушінің бір потенциалын да бағалай алады бұл мәлімдемеде. Демек, құрғақ түйіндеме құрастырғанның орнына мәлімдемені жазып, өзің не қалайтын туралы дүниеге жар салса, оны жұмыс беруші міндетті түрде байқайды да, аға деп, осы маман бізге пайдалы болып пайдасын тигізіп қалуы мүмкін деп алуы мүмкін, иә? Қаралатын, бірінші әсер алатын құжат болып табылады. Одан кейін сіз жаңағы интервьюге барасыз, да, қосымша тағы да өздерінің процедуралары болады, өзіңізді сол кезде көрсетесіз. Енді мына еңбек KZ порталына тіркелу қалай жүреді? Ол жерде мысалы өтінім беріп қойып күтіп отырған дұрыс па, жоқ оны арада жалғастырып, оны жаңарту керек пе екен? Түйіндемені тек жариялаумен шектелмей, әрине өзіне, бұл әр адамның өзінің мүддесінде болады ғой. Бұл жұмыс орындарын қарастыру керек, әрине әртүрлі мүмкіндіктер болады. Мысалы, кейбір кезде біліміне сәйкес келмесе де, оған сонда да мысалы өтінім бере алуға болады. Бұл жұмыс берушінің жаңағы тарапынан шешілетін шешім болып табылады. Енді осында отырған көрермендеріміз бірталай сұрақ қойыпты. Көрермендеріміз сұрағына бір
жауап бере кетсек, иә, бағана бір гранттар туралы 5-ші поток деген 35 жасқа толмаған бір грантқа 35 сандар көрсеткен. Мен мүмкін дұрыс түсінбей тұрмын ба, 122-52-00 грантқа 35-ке толмаған жастар қатыса ала ма деген. Бізде негізі еңбек KZ-бен бірге тағы да 4 платформа бар. Бұл білім алу, Skills еңбек KZ, бизнес еңбек KZ, бұл мемлекет тараптан гранттарға өтінім беру болып табылады. Бұл соны айтып жатқан шығар бұл кісі. Жоқ, бірнеше көрермен жазды. 122-52-00 деген санды мен түсінбедім. 1.225.200 деп тұрдым екен грантының 5-ші потогы. Бұл туралы бұл сізге арналған менің құзырымдағы емес, бірақ құзырыңыздағы бизнес мәселе ма, жауап еңбек беретін? KZ-ге кірсеңіз, немесе бұл жерде служба поддержки деген болады, соған жүгінсеңіз, сіздің сұрақтарыңызға жауап беру керек. 400 айлық есептік көрсеткіш шамасында мемлекет бизнесті қолдау шаралары аясында осындай ақша береді. Ол туралы толығырақ мағлұматты еңбек KZ порталында нақты қай? Бұл business.еңбек.kz платформасында бұл туралы мәлімет алуға болады. Құрметті көрермен, бұл жайында сұрақ қойып жатқандар түсінген болар деп үміттенемін. 2 диплом бар, жұмысы жоқ адамға не істеуге болады? Әділетті Қазақстанда қалай құрамыз? Еңбек KZ порталына сенбей жатқан азаматтар бар. Әрине, бұл деген кейбіреулер жұмыс табады, кейбіреулері таба алмайды. Бұл адамның дағдыларына байланысты болады, біліміне байланысты болады, әрине. 2 дипломыңыз бар болса, бұл өзекті мамандықтың дипломы ма, әлде жоқ па. Егер, бірақ айта кетерім, мысалы, еңбек KZ-ге кіріп, егер жұмыс таба алмасаңыз да, мысалы, осындай проблемалар болса, сіз әрқашан жұмыспен қамту орталығына жүгінсеңіз, олар сізге атаулы өзіңізге тиісті, өзіңіздің дағдыларыңыз бен біліміңізді бағалап отырып, вакансиялар таба алады. Осы жөнінде толығырақ мәлімет беріп кетсеңіз, мысалы, еңбек KZ-ге жариялады, нәтиже шықпады, енді халықты әлеуметтік қорғау, еңбекпен қамту бөліміне бардық. Бөліміне емес, тікелей маманмен орталығында бізде арнайы мамандар жұмыспен қамту орталығында. Бұл жерде, егер де осы мысалы дағдыларыңыз бен біліміңізге сай бос жұмыс орнын таба алмайтын болсаңыздар, бізде онлайн оқыту қамтылған, қамтамасыздандырылған. Сіз Skills еңбек KZ сайтына өтіп, ол жерде тиісті мысалы өзекті дағдыларды, өзекті курстарды өтіп, тағы да жұмысқа қайтадан өтінім бере аласыздар. Және бұл біздің мысалы тәжірибеміз бойынша бірталай адамға көмектескен болады. Жұмыссыздар тарапында. Еңбек өтілі жоқ педагогика мамандығын тәмамдаған азаматтар ше, мысалы, еңбек тәжірибесі жоқ, көбіне білеміз, мектепте жұмысқа тұрғысы келеді, бірақ әрине нарықта мұғалімдерге сұраныс өте. Еңбек өтілі төмені жоқ болмағанда, жоғары. Еңбек өтілің жоқ, жұмыс опытың жоқ деп қайтарып жіберуі мүмкін. Ондайда не істеу керек жас педагогтар? Тағы да жұмыспен қамтуды қолдау салаларының ішінде жастар практикасы бар, тағы да айтып өтейік. Естіліп тұр ма? Жастар практикасының шеңберінде, мысалы, білім беру ұйымдарына, әсіресе мұғалімдік мамандықтарға жұмысқа тұруға болады. Егер де, мысалы, өзіңіз тұратын өңірде болмаса, басқа өңірлерде қарауға болады. Әрине, бұл өзіңіздің шешіміңізге байланысты, бірақ әдетте мұғалімдер өте жақсы сұранысқа ие болады. Болмаса, онда жұмыспен қамту орталығының өзіне жүгінсеңіз, мектеп мұғалімдерінің вакансиялары, бос жұмыс орындары бар. Еңбек KZ порталында түйіндемем көп дейді. Бір айдан өзгеріп отырады. Жаңа сіз айтқан кеңесіңізге құлақ түретін азамат екен.
бір отып жасап шаршадық дейді. Демек, мамандыққа да байланысты болып тұр ғой. Жалпы қазіргі таңда қандай мамандықтарға сұраныс жоғары еңбек болып тұр? KZ мысалы аналитикасын алатын болсақ, бұл негізгі біздің тұрмыс тіршілігімізді қамтамасыз ететін мамандықтар үнемі сұранысқа ие болып табылады. Одан басқа біз жаңағы маусымдық өзгерістерді де бағалаймыз, талдама жасаймыз. Үнемі мысалы бізде сұраныста мұғалімдер, медбикелер, медағалар, есепшілер, одан кейін бала күтушілер, фельдшерлер, мысалы техник, программист деп айтамыз ғой, солар үнемі жақсы сұранысқа ие болады. Бұл жердегі вакансиялардың саны 1.000-дан 2.5 мыңға дейін жетеді. Әрине бұл жерде жаңағы өңірлердің өңірлер бөлінісіндегі жаңағы таралымға да байланысты болады. Алайда әр өңірде осы вакансиялар үнемі жұмыста болады. Бағана грант мәселесі, қайтарымсыз грант бойынша. Жастар жасы 29 болды ғой, соны 35 жасқа дейінгі жастар деп созды ғой дейді. Енді ол бойынша да қарастырылған екен, өзгерістер бола ма екен деп. Келесі жылы грант 35 жасқа дейінгі жастар қатыса ала ма деп сұрап. Бұл мәселе министрлікте талқыланып жатыр. Себебі жастық жасын одан да 35-ке дейін ұзарту де қарастырылып жатыр. Мысалы, ресми деңгейде, мемлекеттік деңгейде қарастырылып жатыр. Әрине, бұл жерде жұмыспен қамту шараларының аясындағы, мысалы, жасқа байланысты талаптар да қайта қарастырылатын болады, әрине. Бірақ ешкімді бұл көмектен тыс қалдырмауы тиіс. Улпан ханым, можем продублировать еще раз информацию на русском? Мы ведем сегодня эфир на 2 языках о приоритетных специальностях, какая там заработная плата, и еще раз продублируем информацию, да, каким навыкам все-таки особое внимание уделяется, почему некоторые граждане, имея, будучи 2 диплома, несколько сертификатов, все-таки никак не могут найти работу посредством того же ресурса Янбек.KZ. В целом, да, здесь мы хотим сказать, что Янбек.KZ агрегирует все вакансии, да, и здесь, допустим, все равно конечное решение, финальное решение принадлежит работодателю. То есть работодатель выбирает и ставит свои какие-то требования к образованию, уровню навыков, опыту работы и так далее. Да, как сказать, у человека может быть несколько дипломов, но, допустим, все они по невостребованным специальностям, да, оба. Такое тоже есть. В целом, в рамках госпомощи предусмотрено вот в таких случаях, да, для тех, кто сталкивается с трудностями в трудоустройстве, разные меры. В первую очередь это молодежная практика, да, когда у тебя нет работы, опыта работы, и ты подходишь под определенный возрастной ценз. Это первое рабочее место именно для тех, кто вот только выпустился со специальных учебных заведений. В целом, да, также у нас есть меры по развитию предпринимательских инициатив, да, это вот грантирование на начало бизнеса или на усиление, да, какого-то существующего. Размер гранта составляет до 400 МРП с условиями, да, подачи заявки и так далее. Можно ознакомиться на бизнес Янбек.KZ, на сайте бизнес Янбек.KZ. В целом мы говорим, да, что мы стараемся максимально оцифровать все процессы, связанные с получением финансовой помощи, с получением какой-либо помощи от государства, да, потому что там всегда вовлечены какие-то денежные средства. Допустим, элиминируя, да, каких-то посредников, какой-то человеческий фактор, да, и делая это чисто через платформу Янбек.KZ, или, допустим, бизнес Янбек.KZ, мы можем сказать, что помощь приходит именно тем, кому нужно, да, и без каких-то посторонних левых каких-то дополнительных усилий. Я, может быть, еще что-то... Давайте ответим на один вопрос. Мы вернемся и еще раз продублируем, да. Один вопрос, давайте, наверное, еще раз озвучим на русском и уже поставим точку. Опять-таки, очень вот по гранту много вопросов. Будет ли со следующего года, возрастной ценз 35 лет. Давайте ответим, будет ли, сколько распределено, и смогут ли участники уже превысших, кому уже
ну, больше 29 лет, кто уже старше перешел этот возраст, но еще 35 лет нет, Да, получается, в целом смогут это ли все они принять подлежит участие обсуждению, конечно, в если пятом будет потоке? повышен уровень, так сказать, молодежности, да, или уровень, когда ты можешь подать на заявку на такую помощь, да, будет пересчитываться, переучитываться, переобсуждаться условия гранта, но в целом грантирование предусмотрено и в следующем году. Вот если меня не подводит память, то сейчас, да, уже около 60 тысяч грантов выделено разным людям на различные цели. В целом такая помощь, именно развитие предпринимательских инициатив, оно было, есть и будет всегда. Тут будут, конечно, будут разные вариации в зависимости от объема, да, этой помощи и от требований к тем, кто хочет ее получить. Ну что ж, спасибо большое, что ответили полностью на этот вопрос. Я надеюсь, что у зрителей больше не возникнут других вопросов. Вернемся теперь к основной теме. Какая же заработная плата предлагается на ресурсе Embed.kz? Вы можете отметить в среднем, на какие специальности, какие зарплаты Да, зарплаты предлагаются? довольно разные, но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы они были повыше. Да? Если брать именно разрез, допустим, для молодежи, да, в рамках, допустим, молодежной практики предлагается средняя зарплата в целом по молодежной практике около 100 тысяч. Да, но это нужно учитывать, да, что тут нет опыта работы, допустим, образование какое-то, может быть, не совсем подходящее под эту работу. Но в целом средний срез такой. Если мы говорим, опять же, да, в разрезе молодежной практики, здесь мы можем отследить именно возрастной ценз, да, и связь вот с заработной платой, это, допустим, максимально это предлагают спасателю, это 212 тысяч тенге. Да, потом идет дальше, да, около 150 тысяч, это монтажники, авиационной техники, лесники, да, вот по таким специальностям. К сожалению, не самая большая, но, да, для начала, наверное. Ну, наверное, стоит учитывать, что работодатель тоже, скорее всего, заинтересован в Конечно, получении да, качественного кадра, хороших специалистов, так как через портал Embed.kz очень сложно оценить, да, кандидатов, может, поэтому они ставят В низкий целом, порог, чтобы хотя бы в надежде на то, чтобы получить себе специалиста, обучить его, и дальше, может быть, если будет очень хороший исполнительный специалист, то, может быть, и зарплату повысит. возможно, да, такие есть такой вот претенденты. вариант исход событий. В целом, да, онлайн по резюме довольно тяжело оценить потенциал кандидата, поэтому правильно, да, составлять резюме, смотреть, как что показывать навыки, да, свои, образования и так далее. Ну, в целом, вот такое вот предложение. И это, конечно же, зависит от работодателя, да, потому что у нас есть ценз по оплате труда, это только минимальная заработная плата, да, это 60 тысяч тенге сейчас. Не менее этой суммы должны платить работодатели. Ну, дальше это все зависит, конечно, от них больше. Ну, 60 тысяч тенге, Да, конечно. учитывая нынешние реалии, это, конечно, очень сложно считать и зарплаты на самом деле. Да, вот вы отметили, что, конечно, все во многом зависит от работодателя. На Embed.kz порталы арқылы жұмыс берушімен тікелей байланысуға бола ма? Мысалы, өтінім берді, мына жұмыс берушіде жұмыс барын біліп тұр, бірақ ол оған жауап қатпай жатыр делік. Оған тікелей байланысқа шығып, мені алып, менің бағымды сынап көрейін деп едім, сіздің өндіріске барып. Деген сондай бір мүмкіндіктер Әрине, әр қарастырылған ба? вакансияның қасына тиісті байланыс контакт нөмірлері болады, соған тікелей хабарлассаңыз да болады. Егер жаңағы оны істей алмайтын болсаңыз да, мысалы, немесе телефон трубканы алмайтын болса, әрине сіз Embed.kz-тің жаңағы қолдау қызметіне хабарласып, одан ары қарай жаңағы жұмыс берушіге біз тиісті хабарын береміз, әрине. Ұлпан ханым, сөз соңында бір айтылар ойыңыз бар ма? Мүмкін бір кеңесіңіз, мүмкін түйіндемені қалай дұрыс жасап, Embed.kz порталының мүмкіндігін пайдаланып жұмыс табуға болады? Иә, менің да өзімнің жеке кеңесім
әртүрлі платформаларға түйіндемеңізді орналастырыңыз. Еңбек.kz болсын, HeadHunter болсын, жұмыс бар деген сияқты платформалар бар, иә. Әрқайсысына жұмыс түйіндемеңізді орналастырыңыз. Егер де мысалы бірнеше мамандық иесі болсаңыз, бірнеше түйіндеме орналастырсаңыз болады. Және де әрине өзіңіз кішкене белсенді болып, тиісті вакансияларды өзіңіз қарасаңыз, тиісті нәтижеге тезірек жетесіз, әрине. Одан басқа мысалы бос жұмыс орнына өтінім, онлайн түрде өтінім ғана бермей, мысалы кадрда немесе жалдап отырған мекеменің немесе ұйымның жұмыс берушінің өзімен тікелей байланысқа шықсаңыз да болады. Мысалы, мен еңбек.kz-де сіздің бос жұмыс орнының орны туралы жарияланыңызды көріп, осындай резюмемді жібердім, осыны қарастырсаңыз болады деген. Осы жерде кішкене белсенділік таныту керек, ал түйіндемеге келсек, негізгі дағдыларыңызды көрсетсеңіз, және де оқуға деген, кәсіпті меңгеруге дейін бір ниетіңізді, мысалы, көрсетсеңіз, бұл жұмыс табу шансыңызды көбейтеді деп ойлаймын. Енді қорытындылай келсек, жарты сағаттан бері айтып отырған дүниенің бәрін, егер де жас маман енді ғана оқу бітірген, қолына дипломын алған, мүмкін бірнеше дағды бойынша сертификат иеленген, бірнеше мастер-классқа барып мамандық игерген азаматтар болса, міндетті түрде оның бәрін түйіндемеге енгізіп, түйіндеменің басында стейтмент, яғни мәлімдеме. Сіз кімсіз, қандай жұмысты қалайсыз, болашақта өзіңізді 5 жылда қайда көресіз деген сияқты бір қысқа ғана, бір көзге көрінетіндей жұмыс берушінің назарын бірден іліп алатындай сондай мәлімдеме жасаса, онда жұмыс берушінің сізге хабарласу мүмкіндігі көбейе түседі деген сөз. Өйткені еңбек.kz порталына өтінімді беріп қана қойып, күтіп отыру, ол да жеткіліксіз деп айтып кеттіңіз. Енді осы сұхбаттан түйгенім, жалпы бүгінгі таңда техникалық мамандықтарға, дәрігерлерге, IT мамандықтарына жоғары сұраныс бар. Мамандарына сұраныс бар. Мұғалімдерге сұраныс бар, бірақ жастар егер жұмысқа орналасатын болса, бірден жоғары жалақы күтуге болады, әрине. Біраз күн әбестік болады. Жалақыға келсеңіз, содан қарай өзіңізді көрсетіп, өсуге де болады. Демек, төмен жалақыға дайын болу керек. Сосын тағы да айта кететін, мысалы, көп адам біле бермейді. Жұмыспен қамту орталығында немесе еңбек.kz-де, мысалы, мемлекеттен көрсетілетін көмек шаралары көрсетілген, соларды да қарау керек, себебі олардың аясында көмекпен субсидияланатын жалақы болсын да жұмыс орнын табуға болады. Әртүрлі жағдайлар, әртүрлі әлеуметтік топтарға әртүрлі шаралар қарастырылған болатын. Одан басқа да маңызды, мысалы, жұмыс іздейтін болсаңыз, жұмыссыздық бойынша төлемақы алуыңызға болады. Бұл әжептәуір көмек болады, әрине. Осы жұмыссыздық бойынша төлемақыны алу үшін жұмыссыз ретінде тіркелуіңіз керек, және де еңбек.kz сайтында сізге ары қарай өзіңіздің артқы бэкграунд тексерістен өткеннен кейін сізге проактивті түрде осындай төлемақы жарияланады. Ешқандай қосымша іс-қимыл жасап керек емес. Тек тіркелсеңіз болды. Ешқайда құжат апарып, бір мекеменің табалдырығын тозу деген ондай болмайды. Оған дейінгі әлеуметтік төлемдеріңізді тексереміз, сіз керек емес, себебі деректер базасында ол ақпараттың бәрі бар. Осы мүмкіндіктерден қалмау керек, қолдану керек, барлығын мемлекет ұсынып жатқан шаралардың барлығын. Улпан ханым, давайте подведем итоги уже на русском, о том, что мы обговаривали уже в течение получаса, может даже чуть больше. На что нужно обращать внимание при подаче заявки на портал еңбек.kz, особенно молодежи, к чему должны быть они готовы, и как составить резюме так, чтобы работодатели... В целом, на какую-либо профессию вы не подаете, здесь важна креативность, и в любом резюме, допустим, важны
работодателю важно знать, что человек умеет, какие у него есть способности, какой у него есть потенциал, и что человек не стоит на месте, развивается, да, и проходит там обучение, всякие сертификаты, да, у него есть мастер-классы, посещает и так далее. Это перспективный сотрудник, в которого стоит вложиться, может быть, предложить большую зарплату, чем он указал в объявлении, и дальше, да, развивать, потому что его, допустим, непосредственно, да, продуктивность работодателя зависит от сотрудников, да, которые у него есть. В целом резюме, да, я советую делать упор на кадры, потому что этот тренд будет продолжаться, на кадры, говорю, на навыки, этот тренд будет продолжаться. Важно учитывать твердые навыки, да, которые вы умеете, вот, допустим, работать в этой программе я могу. Важно указывать также цифровые навыки, которые вы освоили, и мягкие навыки, да, это как аналитический склад ума, допустим, или там стрессоустойчивость, да, или то, что вы можете мультизадачность, да, и так далее, или коммуникативность. Коммуникативность вообще очень важный навык, и в целом, да, какая бы работа ни была, Согласна. вы можете только на этом навыке, да, каких-то успехов достичь и помогать в развитии бизнеса, да, или где бы вы ни работали. Также важна, я как говорила, уже креативность, да, и сейчас такой тренд, это в резюме указывать, да, какой-то стейтмент, говорить посыл, да, какой-то, вот я такой-то, хочу работать, развиваться в этой сфере и быть вот таким-то, таким-то специалистом. Так это, скорее всего, да, большую какую-то внимание привлечет со стороны вот кадровика, да, или HR, который будет рассматривать резюме. В целом вот такие советы, наверное. Ну что ж, я напомню, у нас в эфире была сегодня Упан Шегенова, заместитель директора департамента стратегии Центра развития трудовых ресурсов. Упан ханым, бүгінгі эфирімізде қосылып, құнды мәлімет бергеніңізге көптен көп рахмет. Көрермендерге еске сала кетейін, егер де жұмыс іздеп жүрген болсаңыздар, немесе туыс жақындарыңыз бар болса, жастар, міндетті түрде еңбек.кз порталына тіркеліп, сол жерден жұмыс қарастыруға болады, және сол жерде белсенділік таныту керек деп жаңа Упан ханым өзі айтып кетті. Упан ханым, көптен көп рахмет, аман сау болыңыздар. Алдағы уақытта да тікелей эфирге қосыламыз деген үмітіміз бар. Аман болыңыз, рахмет. Барлықтарыңызға